Одан кейін енді айтып өткендей жасанды интеллект инструменттері дедік қой, соны ең алғашында айтып кетейік. Жасанды интеллект инструменттеріне қол жеткізу үшін осы панельдің байқасаңыздар екі бүйір менюлары орналасқан, яғни мәзірлері орналасқан. Олар міне кішкене сызықшаның ішінде. Осын бассаңыздар бұл жерде инструменттер орналасқан, бірнеше инструменттер орналасқан. Соның ең басында осы AI көмекшілері орналасқан, Соның біріншісі мысалы отметка инструментін қолданып көрсетейік. Сіздерде осындай кішкене перде ашылады, бөлім ашылады, соның ішінде киіс дейтін біз, яғни қалам дейтінді бассаңыздар, оның ішінде круговой поиск дейтін қосымша тұр. Соны қосып қойсаңыздар, сіздерде осы белгіленген бөліктегі сіздерде поиск жүре бастайды. Немесе оны өшіріп тастасаңыздар, кәдімгі бір қаламсап ретінде қолдансаңыздар болады. Яғни сабақ уақытында бір кітаптың бетін қатырып қойып, оның үстінде сызу арқылы сабақты баяу түсіндірсеңіздер болады. Немесе оны круговой поисті қайтып қосып қояйық. Енді мысалы нені іздесек болады? Біз мына обойда тұрған мына шарды іздеп көрейік. Бұл нені білдіреді екен? Бізде менің белгіленген жерімнен іздеп бастап жатыр. Осындай бөлек бөлім ашылады. Сол жерде интернет кішкене істемей қалды. Қайтадан істеп көрейін. Осы менің белгіленген жеріме байланысты уже маяқта іздеу жүріп жатыр. Маған бұл жерде осы шардың қандай шар екенін, воздушный шар екенін тауып берді. Және де оның ақпаратын беріп тұр. Сонымен қатар суреті мен видео материалдарын қосып көрсетіп тұр. Бұл инструментті сонымен қатар айтып өткендей круговой поискті өшіріп тастап, бүгінгі сабақ тақырыбына мысалы белгілеп тұрып, мына жерде есеп болды десек, мысалы формула болса, сол формуланың жауабы деп осы жерге жазып шығарсаңыздар болады. Осы жазған бетіңізді сохранить ету үшін мына жерде сохранить функциясы бар. Сол сохранить функциясы арқылы